Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Айла тәттілері. Бүгін осындай таңғы асқа шакшука тағамын жасайтын боламыз. Бұл жасалуы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз қызанағымызды дәл осылай видеодағыдай кесіп аламыз. Осы қызанақтың үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. 5-10 минутқа қойып қоямыз. Бетін жабыңыздар міндетті түрде. Енді бір пиязымыз бен 2 тісше сарымсағымызды жақсылап тураймыз, кубик қылып. Және тәтті бұрыштарымызды кубик қылып турап шығамыз. Ең алдымен табамызға аздаған майымызды құйып қыздырып аламыз. Үстіне 2 тісше сарымсағымызды турап саламыз. Жақсылап қызарғанша қуырамыз. Үстіне паприка мен қара бұрышымызды салып қуырамыз. Үстіне пиязымызды салып қызарғанша жақсылап қуырамыз. Біздің қызанақтарымыз дайын болды, яғни қабығынан осылай оңай алынатын болады. Қызанағымыздың қабығын осылай алып тастап тураймыз. Осы туралған қызанақтарды блендерге салып езгілейміз. Қыздар, сіздерде блендер болмаса, майда қылып турасаңыздар болады. Осы блендердің үстіне 150 мг су құйып, жақсылап араластырдым. Қуырылған пияздың үстіне тәтті бұрыштарымызды салып, тағы да қуырып аламыз. Үстіне қызанақтан жасалған томатымызды салып, жақсылап бұқтырамыз. Бетін жауып 15 минуттай бұқтырамыз. Үстіне жұмыртқаларымызды саламыз. Мен бұл жерде 6 жұмыртқа қолдандым. Дәл осылай жұмыртқаларымызды салып, үстіне дәміне қарай тұзымызды салып, бетін жауып, 5-10 минутта тағы да бұқтырып аламыз. Міне достар, біздің шакшука тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.